отбасы туралы аңыз. Баяғыда бір отбасы өмір сүріпті. Бұл отбасы жай отбасы емес екен. Оның құрамында 100-ден астам адам болыпты. Тіпті бір тұтас ауылды алып жатқан екен. Сөйтіп бүкіл отбасы болып, тұтас ауылдай тіршілік еткен екен. Сіз айтарсыз, онысы несі, үлкен отбасылар аз ба деп. Бірақ бұл отбасы ерекше отбасы болыпты. Онда үнемі татулық пен тыныштық орнапты. Ұрыс-керіс жоқ, айқай-шу жоқ. Төбелес пен дау-дамай атымен болмаған. Бұл отбасы туралы әңгіме елдің ең жоғарғы билеушісінің құлағына жетіпті. Сонда ол, адамдар расымен де осылай өмір сүре ала ма? Деп өзі барып көруге шешім қабылдайды. Ел билеушісі ауылға келгенде оның жаны жадырап сала беріпті. Айнала тап-таза, көркем, береке бірлік, бейбіт тіршілік бар. Балалар шат-шадыман, қариялар тыныш әрі жайлы өмір сүріп жатыр екен. Билеуші таң қалыпты. Мұндай татулыққа ауыл халқы қалай жеткенін білгісі келеді. Содан отбасының басшысына барып, айтшы, отбасында мұндай келісім мен татулыққа қалай қол жеткіздің, деп сұрайды. Қарт бір парақ қағаз алып, бірдеңелерді жаза бастайды. Ұзақ жазады. Шамасы жазуға онша шебер емес сияқты. Біраз уақыт өткен соң қағазды билеушіге ұсынады. Билеуші парақты алып, әлсіз жазуды әрең оқып шығады және таң қалады. Қағазда 3-ақ сөз жазылыпты. 100 мәрте махаббат, 100 мәрте кешірім, 100 мәрте сабыр. Билеуші оқып болып, басын шайқап, құлағының артына қолын апарып, болды ма, осы ма, деп сұрайды. Қария, иә, деп жауап береді. Жақсы отбасының өмірі дәл осы 3 негізге сүйенеді. Сәл ойланып отырып сөзін тағы да жалғайды. Тіпті бүкіл бейбіт өмірдің де негізі осы, деп жауап береді.